Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағынан 93-ші сабақ математикалық мазмұндағы пікірлер, ақиқат және жалған тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық 9 есепті талдап шығарамыз, сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Жер сілкінісі кезінде деген сөздермен өз пікіріңді әзірле. Ол қандай пікірлер? Жер сілкінісі кезінде іс-әрекеттерді атап өтейік. Ол кезде ғимараттан шығу керек, заттардан алысырақ қашу керек, үстелдің астына жасырынуға болады, есіктің жақтауына тұру қажет, және терезелерден заттардан алысырақ тұру қажет. Және де көп қабатты үйлерде тұратын болсақ, жедел сатыға мінбеу керек деген секілді. Келесі тапсырма. Келесі тұжырымдардың дұрыстығын анықтауға тырыс дейді. 15 саны 5-тен 3 есе артық. Есе артық, яғни көбейтеміз. 5-ті 3-ке көбейтсек 15. Демек, ақиқат пікір екен. Теңдеуді шешу дегеніміз оның түбірін табу. Біз теңдеуді шешкен кезде белгісіз мәнінің табамыз ғой, ол түбірі болып табылады. Демек, бұл ақиқат. Кез келген шаршы тік төртбұрыш болып табылады. Әрине дұрыс, өйткені шаршының төрт қабырғасы төрт бұрышы бар, ол тік төртбұрыш. Ақиқат пікір. X 3 санынан кем. Бұл қандай жағдайда анықтай аламыз? Мұны дәл қазір анықтау мүмкін емес. X бізде белгісіз сан болып тұр. Үшінші тапсырма. Математикалық жазбалар бойынша пікір құрастыр. Қайсылары ақиқат немесе жалған? Сонымен, бірінші 12 көбейтілген 6 тең 72. Яғни 12 мен 6 сандарының көбейтісі 72-ге тең ба? Екеуінің көбейтісі 72-ні береді. Бұл ақиқат пікір. Келесі 187 97-ден үлкен. Әрине бұл ақиқат. 324 305 санынан кіші, жалған. Екеуін салыстырсақ 324 үлкен болуы тиіс. Келесі 47-ден 39-ды азайтсақ 18. Бұл бізде қате. 47-ден 39-ды азайтсақ 18 болады. Яғни бұл бізде жалған пікір. Төртінші тапсырма ақиқат пікірлерді оқы. Мұнда берілген пікірлердің барлығы ақиқат. Дауыл кенеттен соғатын күшті жел, ақиқат. Бұрқасын жел күшімен қарды ұйқыта соққан боран, ақиқат. Көшкен тік беткейлерден қардың жылжуы, ақиқат. Сел, су, құм, тастан тұратын екпінді су тасқыны. Бұл да ақиқат. Енді бізге айтады, осы пікірлердің әрқайсысын екендігі жалған деген сөзбен аяқталатын болса, қандай пікір шығады? Мысалға, дауыл кенеттен соғатын күшті жел екендігі жалған. Ол кезде ол уже жалған пікір болады. Бұрқасын жел күшімен қарды ұйқыта соққан боран екендігі жалған десе, ол қайтадан жалған пікір. Яғни жалған деген пікірді мынаны теңестіреміз, ол кезде пікірлердің барлығы бізде жалған болып шығады. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Берілген жазбалар бойынша пікірлер құрастыр, олар ақиқат па, жалған ба, тура теңдіктер мен теңсіздіктер жаз дейді. 8 көбейту 9 тең 63. Қате, 8 жердегі 9-ым 72, демек жалған деп жазып қоямыз. 24-ті 3-ке бөлсек 8, ақиқат. Мына есепте бірінші бөлу амалы орындалады. 8-ді 4-ке бөлсек 2, 2-ке 16-ны қоссақ 18. Бұл жерде 20 тұр. Демек, бұл жалған пікір. 2 метр 200 сантиметр. 1 метрде 100 сантиметр бар, 2 метрде 200 сантиметр бар. Демек, мына жерде теңдік болуы керек, ал мына жерде кіші белгісі берілген. Демек, бұл жалған пікір. 3 минут 300 секунд салыстырайық. 1 минутта 60 секунд бар, 3 секундта 180 секунд бар. 180 мен 300-ді салыстырсақ, қате, жалған пікір. 3600 бөлінген 100, бөлсек 36, 36-ны 36-ға бөлсек 0 деп. Бұл да жалған. Енді дұрыс жауаптарын астына тура теңсіздіктер етіп жазып шығамыз. Тапсырма орындалды. Келесі есеп.
Есептер бойынша өрнек жаз. Есепте артық мәлімет бар ма? Арақашықтығы 880 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі пойыз шығады. Бірінші пойызда 15 вагон бар, екіншісінде одан 2 вагон артық. Бірінші пойыздың жылдамдығы 50 км бөлінген сағат, екіншісінікі 60. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі? Есептің шартын жазып аламыз. Енді жақындау жылдамдығын анықтаймыз. Бізде тұр, бір-біріне қарама-қарсы қозғалыс, демек жылдамдықтар қосылады. 50-ге 60-ты қоссақ, 110 км бөлінген сағат. Енді уақытты есептеу үшін арақашықтықты жақындау жылдамдығына бөлеміз. 880-ді 110-ға бөлсек, 8. Есептің жауабы 2 пойыз 8 сағаттан соң кездеседі. Өрнек түріндегі жазу жолы осылай болады. Есептегі артық мәліметке тоқталсақ, ол вагондар жайлы айтылғаны бізде артық мәлімет. Яғни бірінші пойызда 15 вагон бар, екінші пойызда одан 2 вагон артық деген бізде артық мәлімет. Бұны есеп шығару барысында біз қолданған жоқпыз. 7-ші тапсырма, тек ақиқат пікірлерді көшіріп жаз дейді. Сонымен 7 санын 6 есе арттырып, 42 санын алдық. Есе арттырып, яғни көбейтеміз. 7-ні 6-ға көбейтсек 42. Ол ақиқат. 64-ті 8-ге бөлгенде 7 шықты. Бұл жалған. 64-ті 8-ге бөлсек 8 шығады. 9 мен 8-дің қосындысы 17-ге тең. Ақиқат пікір. 9-ды 21-ге арттырып 30 санын алдық. Яғни 9-ға 21-ді қосамыз, 30 болады. Ақиқат. 9 мен 7-нің көбейтіндісі 81-ге тең. Қате, 9 жердегі 9-ын 81 болады. Бұны жазбаймыз. 48 мен 6 сандарының бөліндісі 8-ге тең. 48 6-ға бөлсек 8, ол бізде ақиқат. Азайғыш пен азайтқыштан кіші, бұл бізде жалған пікір. Енді өзің осыған ұқсас ақиқат жалған пікірлер құр дейді. Мысалға, 45 пен 9 сандарының бөліндісі 6-ға тең. Бұл жалған пікір. Неге? Себебі 45-ті 9-ға бөлсек 5. 72 мен 43 сандарының айырмасы 29-ға тең. 72-ден 43-ті азайтсақ 29. Бұл бізде ақиқат пікір болады. 7 мен 8 сандарының көбейтіндісі 56-ға тең. Бұл да ақиқат пікір. Дәл осылай кез келген пікір ойлап тапсаңдар болады. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. 8-ші тапсырма. Аю, қасқыр және түлкі алаңқайда әңгімелесіп тұрды. Аю, түлкі ең қуаң емес дейді. Түлкі мен аюға қарағанда қумын дейді. Қасқыр түлкі маған қарағанда қу деді. Бізде осылардың арасында ең қуаң өтірік айтқан болса, қалған екі аң шындығын айтады. Ең қуаң қайсысы? Қараймыз. Бізде аю шындықты айтты деп көрейік. Түлкі ең қу аң емес. Бұл жалған айтып тұрса, түлкі мен қасқырдың айтып тұрғаны шындық болуы тиіс. Мен аюға қарағанда қумын. Ол аю болса, түлкі ең қуаң емес деп тұр. Бір-біріне үйлеспейді. Енді түлкінікін көрейік. Мен аюға қарағанда қумын дейді. Егер бұл өтірік айтып тұрса, мына екеуі шын айтып тұр деген сөз. Түлкі ең қу аң емес деп. Екеуі бір-біріне шарттары сәйкес келмейді. Енді қасқырдікіне қарайық. Түлкі маған қарағанда қу. Яғни бұл өтірік айтса, мына екеуі шын айтып тұр деген сөз. Түлкі ең қу аң емес. Мен аюға қарағанда қумын дейді. Яғни екеуінің шарттары бір-біріне үйлеседі. Сонда мына жерде бізде ең қуаң қасқыр болып тұр. Яғни қасқырдың айтқаны жалғандағыны мына екеуі шындықты айтып тұр. Ертегідегі ең қуаң түлкі деген бұл жерде қолданбаймыз. Есептің шартына сәйкес ең қуаң бізде қасқыр болып тұр. 9-шы тапсырма. Математикалық жазбалардан пікірлер құрастыр және жаз. Осы пікірлердің ақиқаттығын анықтайды. 120 мен 130-ты салыстырамыз. Жалған. Өйткені бізде 120 мен 130-ты салыстырсақ, 130 үлкен болуы тиіс. 90 20-дан үлкен. Ақиқат. 60 50-ден кем. Ол жалған. Бізде 60 үлкен. 90 70 санынан артық. Ақиқат. 150 80 санынан кіші. Жалған. Бізде 150 үлкен болуы тиіс. 819 санынан кем. Бұл да жалған. Сонымен балалар барлық 9 есепті талдап шықты. Сабағын осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар.
Сау болыңдар.